Сәлем достар, бүгін бізде өте терең тақырып беташардың мағынасы. Беташар бұл өте терең дәстүр. Бірақ қазіргі заманда бізге бұның тек формасы ғана жеткен біздің заманға дейін. Яғни физикалық түрде қалай істеу керек біз білеміз осы беташарды. Бірақ сол форманың ішіндегі мәні, мағынасы бізге жеткен жоқ. Өкінішке орай біздің заманға дейін жеткен жоқ. Бұл тек осы беташар дәстүрі ғана емес. Дәстүрлердің көбісінің біз мағынасын білмейміз. Сол жай привычка бойынша істей береміз. Істеу керек, яғни, значит, істейміз. Болды. Итак, бүгін біз сол беташарды талқылап көрейік. Беташар қалай өтеді? Қыз өзінің күйеу жігітінің үйіне келген кезде, тойдан кейін, ұзатудан кейін, немесе алып қашқаннан кейін беташар дәстүрі өткізіледі. Яғни үлкен әулеттің алдында қыз сәлем салып, соңында оның беті ашылады. Специальный ақын шақырылады, сол ақын беташар жырын айтып өтеді. Ол жырда әулеттің тарихынан қызықты жағдайлар айтылуы мүмкін өлең ретінде. Сонымен қатар жаңадан келген қызға өсиет айтылады, ата енесіне жаңа міндеттері айтылады, күйеуіне міндеттері, семьяның қалай құрылуы керек екенін осы жырда әдемілеп өлең ретінде айтып береді ақын. Арасында әулет өкілдерін атап, сол кісілерге, яғни әулеттегі үлкен кісілерге сәлем беріледі. Бұл осы сыртқы көрінісі беташардың. Мен беташардан өткен кезде өзім қатты сезімтал адам болғандықтан бәрін, негізі адамдардың барлығы сезімтал. Просто кто-то өзінің сезімдерін естиді, а кто-то естімейді. Сол беташар өткен кезде не только менің беташарым, менің сестренкаларымның, сіңлілерімнің, подругаларымның беташарлары өткен кезде, олардың айтып бергені и, конечно, өзімнің сезгенім бойынша беташарда мен өзімді өте дискомфортно сездім. Өзімнің бұның осы істің бәрін не үшін істеліп тұрған мағынасын түсінген жоқпын. Мағынасын сезген жоқпын. Итак, енді мағынасына келер кезде ең алғашқыда беташардың терең мағынасы бар дедік, ең алғашқы. Оны айтар бұрын, есімде жоқ, осы алдында түсірілген видеолардың біреуінде эгрегор туралы информация бергенмін. Эгрегор дегеніміз бұл энергоинформационное поле дейді. Яғни энергоинформациялық ая. Кез келген құбылыстың, кез келген заттың энергоинформациялық аясы болады. Елдің энергоинформациондық аясы, ұлттың, тілдің, компанияның, мысалы Apple'дың өзінің бөлек эгрегоры бар, Apple компаниясының. Samsung'тың өзінің эгрегоры бар. Сонымен қатар кез келген эмоцияның да эгрегоры болады. Мысалы, қайғыру эмоциясы, бақыт эмоциясы, оның да өзінің энергоинформациондық аясы бар. Сонымен қатар рудың да өзінің энергоинформациондық аясы бар. Оны қалай сезсек болады? Мысалы, кез келген рудың, қазақтар біледі, кез келген рудың өзінің қасиеттері бар. Кез келген жүздің де қасиеті бар. Мысалы, ұлы жүз туралы бізде бір ой қалыптасқан, орта жүз туралы екінші ой, кіші жүз туралы үшінші ойымыз бар. Сол сияқты әулеттің де өзінің энергоинформациондық аясы бар. Кішкентай жанұяның да өзінің энергоинформациондық аясы бар. Мысалы, семьяда тек күйеуі мен әйелі ғана болса да, екеуінің өзінің энергетикасы бар. Мысалы,
қонаққа барған кезде қонақтар конкретно осы семьяның энергоинформациондық аясын сезіп тұрады, энергетикасын сезіп тұрады. Негативті ма, позитивті ма, комфортный, некомфортный, сондай. Және вот әулеттің үлкен род дейді, род, әулет, яғни бұқта аруақтары да қосылады. Тірі әулет өкілдері де қосылған кезде үлкен әулет өзінің бөлек эгрегоры бар. Өзінің энергоинформациондық аясы бар, кез келген әулеттің. Неке қиылған кезде үлкен әулет өз қатарына жаңа адамды алады. Яғни сол қыз жаңа әулетке келеді. Бұл не просто жаңа адам, бұл жаңа әйел осы әулеттің анасы болады в будущем. Сонымен қатар бұл жаңа энергия. Бұл қыз да басқа әулеттен келген ғой, ол әулеттің өзінің энергиясы бар. Бұл қыз сол әулеттің өкілі, яғни сол әулеттің энергиясын мына ердің әулетіне әкеліп тұр. Болашақта бұл ана болады. Яғни осы әулеттің балаларын бағады, өсіреді, оларға өзінің энергиясын жұмсайды, осы әулетке энергиясын жұмсайды, осы әулетті нығайтады, күшейтеді, байытады, осы әулетке үлкен энергия келеді. Мысалы, қалың мал төлеу де қызды алған кезде қалың мал беріледі, дұрыс па? Сол қалың мал төлеу де бұл өте терең дәстүр. Төленген кезде қалың мал энергия үшін төленеді. Қызды алу үшін ғана емес, қызды алу бұл поверхностная информация, бұл төбеде тұрған информация. Тереңін анализировать ететін болса, зерттейтін болса, тереңін мағынасы бұл сол энергияға, жаңа әулеттің энергиясына төленеді ақша. Неғұрлым тегі кең болса, осы қыздың тегі кең, терең болып тұрса, уважаемый әулет болса, соғұрлым қалың мал да өседі. Көбірек ақша төленеді, ақша емес, қалың мал төленеді. Қазіргі заманда енді ақша ғой бұл, ақшамен есептеледі ғой. Ақша бұл да энергия. Баяғы заманда жастар махаббатпен қосылмайтын. Өте сирек кездесетін махаббатпен қосылу. Көбінесе ата-аналар қыз бен жігітті бала кезінде айттырып қоятын. Яғни ата-аналар келісім шартқа келеді. Бір әулет екінші әулетпен достасу қажет. Мысалы, араларында конфликт болып қалса, немесе территорияны қосу керек болса, ең дұрысы бұл туысқан болу. Туысқан болу үшін бір-бірін, екі кішкентай баланы бір-бірін өскен кезде қосу. Солай келісіп қоятын. Олар өскен кезде, кәмелетке толған кезде екеуін үйлендіріп қоятын. Кейде қыздарды өзіне тең жас жігіт емес, үлкен кісілер алатын. 20, 30, 40, 50 жас үлкен кісілер алатын. Бұның да өзінің, конечно, араларында қандай махаббат, ешқандай махаббат болмаған. Бұл тек келісім шарт, яғни брак по расчету. Осы неке қию дәстүрінде, неке қию дегенде мен брак деп айтып тұрмын. Яғни үйлену дәстүрінде, үйлену процесінде негативті энергия көп жиналған. Себебі кез келген құбылысты, кез келген действияны махаббатсыз жасасақ, егер сол жасаған ісімізге, тірлігімізге махаббат қосылмаса, бұл тірлік қатты напряженный болады. Осындай энергетикасы напряженный болып тұрады. Чересчур қатайып қалған энергия көбейеді. Сондықтан осы беташар дәстүрінде де сондай негативті энергия, напряженная энергия өте көп жиналған. Қыз беташарға келген кезде сәлем салу
бұл қазіргі тірі әулетке ғана емес, сол аруақтарға да сәлем салу болып табылады. Бүкіл род, бүкіл әулет, яғни бүкіл әулетке, бүкіл сол әулеттің энергиясына сәлем беріледі. Сол энергиясына өзінің қадірін көрсетеді, сыйын көрсетеді, өзінің осы әулетке келіп ана болатынын, өзінің дайындығын көрсетеді, ризашылығын білдіреді. Яғни бұл қасиетті процесс негізі, сәлем салу. И менің ойымша, оны 1000 рет салу қажет емес. Мысалы, беташарда салғаннан кейін уже күнделікті өмірде күн сайын сәлем сала беру, менің ойымша, бұл дұрыс емес. Бұл уже дәстүрдің размазанный түрі. Бұның ішінде қасиет қалмаған. По крайней мере, қазіргі заманда оның қасиетті мағынасы, мәні жоғалып кеткен. Барлығы бұны істеу керек, істейді болды. Сонымен қатар қыз сәлем берген кезде беташарда осы әулеттің рухынан, әулеттің энергиясынан батасын алады. Келешек өміріне, осы әулеттегі өмірінде бәрі жақсы болуын армандайды. Сол үшін батасын алады. Қазіргі заманда беташар бар қасиетпен орындалмайды. Қазіргі замандағы беташар, менің ойымша, мағынасы жоғалмақ түгіл, мағынасына дақ тиеді деп ойлаймын. Дақ тиген деп ойлаймын. Себебі біз бұны қазір ойын сауық ретінде қабылдаймыз. Вот смотрите, менің ойымша, бұл сәлем салу процесін әйелдер арасында ғана істеу керек. Әйелдер арасында істесе, хотя бы сәл болса да қасиетті мағынасы қалады деп ойлаймын. Әйелдер сол әулеттің үлкен әйелдерімен сөйлесіп, бірге шай ішіп, әңгімелесіп, батасын алып, өсиетін алып, тыңдап, қандай әулет екенін біліп, солармен достасып отырған қайда маңызды. Бірақ бұның да өзінің нюанстары бар, конечно. Не все женщины, мысалы, не в каждой семье могут тепло принять. Сол арадағы жылулық жоғалып кеткен, семьядағы жылулық жоғалып кеткен. Мен қазір үлкен әулетті айтпай қояйын. Жай просто кез келген семьяны алайықшы, сол семьяда жылулық бар ма бізде? Осы біздің қазақ әулеттерімізде, семьяларымызда. Жылулық деген не? Ол ашық сөйлесу бір-бірімен. Ол жүрегіңді ашу, ішіндегі мұңайлармен, қуаныштармен бөлісу. Бар ма екен осы қазіргі заманда? Қалмаған ғой бұл. Максимум 5-6% бар шығар. Мен ойымша, ары кетсе 10%. Қалғандарында жоқ осы жылулық сезім. Іштегісін ешкім бір-біріне айта алмайды. Әшейін өтірік қарым қатынас қазір. Сондықтан біздің дәстүрлеріміздің бәрі сөніп кеткен. Дәстүрлеріміздің ішінде жылулық қалмаған. И когда қыз беташарға келген кезде 50, 60, 100, 150, 200 адамның алдында басын еді. Танымайтын бір еркектер жүреді, жастар жүреді. Бұл традицияның қасиетті мағынасы жоғалып кеткен. Жоқ ол жерде. Қыз сол жерге чужой территорияға келген адам бұл. Өзінің семьясын тастап кетті деп айтамайын, қазіргі заманда біз тастап кетпейміз. Бірақ сонда да чужой адамдардың арасында өз семьясының ешқандай өкілі жоқ қасында. Подругалары да тіпті жоқ. Может быть, кейбіреулері подругаларын алатын шығар өздерімен бірге, білмеймін оны. Ол қыз бір өзі. Сол жерде ол барлығын арасында күліп, ойнап тұр олар. Солардың арасында басын изейді. Кімге басын изеп атқан танымайды да ол. Я, сосын шешеді оның орамалын, айтып береді, мына кісілер, анау кісілер деп таныстыруы мүмкін. Бірақ бұл жерде жылылық жоқ. Жаңадан келген қызбен ешкім жылы сөйлеспейді.
бәрі оны разглядывать етіп тұрады. Қандай қыз келді екен, бет келбетін обсуждать етіп, киген көйлек туфлилерін обсуждать етіп отырады. Қандай қыз екен деп. Ол семьямен терең байланыс құрылмайды. Менің ойымша бұл дәстүрді трансформациялау керек. Менің ойымша осы жүздеген адамдардың алдында басын иіп, танымайтын еркектердің алдында басын иіп тұрған, мен ойымша, дұрыс емес. Ешқандай қасиетті мағына мен бұл жерде сезіп тұрған жоқпын. Бұның барлығының орнына, мен ойымша, не істеу керек? Просто тек жақындары жиналып, тек сол әулеттегі жақын, действительно жылулық бар адамдар, араларында жылы сезімдері бар адамдар кездесіп, бірге отырыс жасап, сол отырысты әңгімелесіп, әулеттің историясын айтып қызға, қызды да тыңдап, оның семьясы туралы тыңдап, араларында мысалы суреттер көріп, просто өздерінің личный дәстүрлерімен бөлісіп, ойлармен бөлісіп, өзінің баталарын беріп, бар ойын, жылу сезімін көрсетіп, солай әңгімелескен қайда маңызды. Арасында шай ішіп, тамақ жеп, естественно. Рецептермен мүмкін бөлісіп әйелдер. Бір нәрсені, бір ақыл үйрету деп, сен осылай істе, үйт емес. Бізде осындай традициялар бар. Сендер де біздің традицияларымызға қосылсаңыздар болады. Короче, это просто теплое общение, жылы общение. Осылай істеген, осылай қызбен сөйлескен, қызды сол үйге шақыру, үйге қосу, бұл әулеттің задачасы. Яғни қызды қабылдау, жаңа адамды қабылдау. Біраз қыздардан, біраз әйелдерден беташар туралы сезімдерін сұрағанмын. Қандай сезімде болғандарын. Практически көбісіне беташар ұнаған жоқ. Беташардағы сезімі андай қасиетті сезімдерге келген жоқ. Терең сезімдерге келген жоқ. Сүйіспеншілік, махаббат деген сезімдерге келген жоқ. Просто қандай сезім? Ең басты сезімі ол растерянность и қорқыныш. Не болады екен? Қандай болады екен? Деп сасқалақтап тұрады қыз. Тек кішкентай ғана процент мен сұраған қыздарда оларға пофиг болды. Просто пофиг. Өтті мероприятие. Ешқандай андай маңызды мероприятие деген сияқты ой болмады. Маңызды бір той, праздник ретінде қабылдаған жоқ. Просто бір жұмыс сияқты. Атқарып өту болды. И, кстати, көбінесе ата-аналар да, туыс-туысқандар да келген кезде бір маңызды әулетті қосатын мейрамға келдім деп ойламайды олар. Әшейін менің тойыма келген, менің беташарыма келген, мен де келем, мен де ақшасын берем. Просто міндетті атқару болды. Бір жұмысты атқару. Бұл андай той сияқты, шынымен праздник ретінде қабылданбайды. Осы маған ұнамайтыны. Бұл негізі, бұл қасиетті дәстүр, күшті дәстүр. Мен ойымша қазір бұл дәстүрді көп адамдардың арасында істеу қажеті жоқ. Кішкене ғана өзінің жанұяңда әдемелеп, қызықты қылып, ойындармен, күлкімен де істеуге болады. Бірақ қызға да комфортно болу керек. Достар, сіздердің пікірлеріңіз маған өте маңызды. Комментарийға жазсаңыздар болады. Сіздердің беташарларыңыз қалай өткен? Егер сіз тұрмыста болмасаңыз, беташарыңызды қалай өтсе деп армандайсыз? Тойыңыз қалай өтсе деп армандайсыз? Осының бәрін комментарийге жазып бөліссеңіздер болады. Мен обязательно оқимын. Менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Осы видео сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазғаныңыз маған өте маңызды.
осындай видеоларды жалғастыруға шабыт мотивация бересіздер. Маған консультацияға жазылу үшін астында инстаграмға сілтемем бар. Сол сілтеме арқылы инстаграмға жазсаңыздар болады. Бүгінге осы, достар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.